Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүтін көрсеткіш дәреженің қасиеттеріне арналған келесін бір мысалды қарастырайық. Яғни байқасаңыздар, сіздер бүтін көрсеткіш дәрежеде барлығымыз мына теңдікті пайдаланып жатырмыз. А-ның минус n дәрежесі тең 1 бөлінген an. Мына есепте де осы теңдікті пайдаланып, теріс дәрежелерден құтылуымыз керек. Яғни бірінші есепке тоқталайын. 3 көбейтілген x-тің минус 5. Яғни есептің шартына сәйкес теріс дәрежеден құтылуым керек. Бұл жерде минус 5 дәреже тек қана x-ке тиісті. Сондықтан 3 көбейтілген 1 бөлінген x-тің 5 дәрежесі деп жазып аламыз. Бұл деген сөз, енді 3-ті бөлшектің алымына көбейттерім. Бұлай қарай. И сонда бізде 3 бөлінген x-тің 5 дәрежесі шыққан. Міне біз өрнектегі теріс дәрежеден құтылдық. Енді мен 5-ші есепті қарастырайын. Жоқ, 3-ші есеп екен. 5a b-ның минус 7 дәрежесі. Бұл жердегі минус 7 дәрежесі тек қана b-ға ғана тиісті. Өйткені қалғандарға жақша қойылмаған. Бізге бұл жерде, егер бұлайнан қоятын болсақ, жақшаны көрсете салайын. Егер бұлайнан жақша болғанда, минус 7 үшеуіне де тиісті болатын еді. Ал бұл жерде тек қана b-ға ғана қойылған. Сондықтан біз оны b-ға ғана сәйкестендіріп не аламыз. Есептейміз. 5a көбейтілген 1 бөлінген b-ның 7 дәрежесі дейміз. Міне. Сонда теріс дәрежеден құтыламыз. Жоғарыдағы формуланы пайдаланып жатырмыз. 5a-ны бөлшектің алымына көбейттерем. Сонда b-ның 7 дәрежесі шығады. Енді келесі біз 6-ші есепті шығарайық. 6-ші есепте бізде минус 9 y z-тің минус 8 дәрежесі. Яғни тең, астына жазып алайын. Минус 9 y-дің өзін жазып қойып, өйткені минус 8 дәреже бұл екеуіне қатысты емес. Тек z-ке ғана қатысты минус 8 дәреже. Сонда 1 бөлінген z-тің 8 дәрежесі болады. Яғни минус 9 y-ді үстіне жазып қоямыз. Z-тің 8 дәрежесі бөлшектің бөлімінде жазылады. Міне 6-ші есепте шықты. Енді 7-ші есепті шығарайық. 7-ші есебімізде 2x плюс y өрнегінің минус 4 дәрежесі. Бұл деген сөз, минус 4 тек қана x плюс y-ке тиісті, екеуіне де бірдей. Бұны бір өрнек сияқты қарастырып жатыр. Мына екеуі бір сан ретінде. Сондықтан біз оны былай жазылған 2-нің өзін жазып қоямыз. Көбейтілген мына формулаға сәйкес, яғни мына формулаға сәйкес екеуінде x плюс y-тің 4 дәрежесі деп жазып аламыз. Яғни 2-ні алымына көбейттереміз бөлшектің бөлімінде x плюс y-тің 4 дәрежесі қалады. Міне есептерді қарастырдық. Қалған есептерді өздеріңіз шығарарсыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.